Жасалу жолы өте жеңіл, бір жасағаннан шығатын сметаник пирогын жасаймыз. Песочный қамыр дайындау үшін онмен қопсытқышты ыдысқа саламыз. Оның үстіне бөлшектелген сары майды қосамыз. Енді қант салып қамырды араластырамыз. Оның үстіне жұмыртқа салып қамырды біріктіреміз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Қамырды салфанға салуды ұмытпаңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Алдымен ыдысқа қаймақ, қант, жұмыртқа салып, қолмен 30 секундтай жаймен араластырамыз. Қатты араластырудың қажеті жоқ. Енді форманы дайындаймыз. Мен кольцоға пісіргенді жөн көрдім. Астына пергамент қағазын төсеп алып, дайын қамырды формаға орналастырамыз. Шетіне бортик жасаймыз. Дайын салманы формаға құйып, қызып тұрған духовкаға 180 градуста 35 минут